Төрт түліктің қасиеті. Нұх пайғамбар қазығұртқа келіп тоқтаған соң хайуандар мен жәндіктер кемеден шығуға таласа бастайды. Сонда Нұх пайғамбар: бәріңде шығасыңдар, асықпаңдар, тек адамзатқа қажет төрт түлікті алдымен шығарайын. Өйткені олар адамдардың кисе киімі, ішсе сусыны, жесе тамағы, жатса төсеніші болады дейді. Сонда манадан бері тағаты қалмай тынышсыз тұрған екі жылқы алдыңғыларын кие жарып есік аузына жетіп келіпті. Нұх: тұлпарларым-ай, жақсылығыңды адам баласынан аяй көрме. Жаратқан ием жаныңа адалдық беріп тіршілік иесінің қанаты мен қанағаты бол, деп екеуінің жалынан сипап кемеден шығарыпты. Пайғамбардың мейірімі түскендіктен жылқының жалы жұмсарыпты. Жылқы жығылған кісіге жалын төсейді деген сөз содан қалыпты. Есік алдына екінші боп маңырап қой келіпті. Момын жануарым, бәледен аулақ бол, басыңа топалаң келмесін, деп оның жонынан сипап өріске жібереді. Нұхтың қасиетті қолы тигендіктен қой берекелі жануарға айналады. Үшінші боп есікке түйе келеді. Оның маң-маң басқан жүрісін көріп: пай-пай жампозым-ай, асықпай басып ақырын келесің. Артыңнан сарып келсе де асығар емессің-ау. Келең көбейіп, матауың кең болсын, деп шуда жүнінен аялай сипап кемеден шығарыпты. Нұхтың қолы тигендіктен шудасына кие дарыпты. Сол себептен адам оның шудасын табанға баспай қадірлейді екен. Нұх түйенің қарасы көрінбей кеткенше қимай ұзақ қарап тұрады. Бұл қимастық сезімі ару анаға да дарыпты. Ол да баласын қимастан ішінде 12 ай сақтайтын болыпты. Төртінші түлікті шығару үшін Нұх пайғамбар кеменің ішіне қарайды. Кемеден шыққысы келмей бір бұрышта жатқан екі торпақты көрген Нұх пайғамбар: ей, сүті бұлақ сиырларым, бұл жатыстарың қалай? Қанекей шығыңдар, әукім деп шақырыпты. Сиырлар күйіз қайырып жата беріпті. Нұх ренжіп: ей, сендерге не болған? Қане тұрыңдар, өк, деп екінші рет қайталайды. Сонда ғана олар еріне тұрып, әрең қозғалып есікке беттейді. Реніші тарқамаған пайғамбар: ой, жайбасарларым-ай, аяқтарыңды тез бассаңдаршы, деп мүйізінен ұстап есікке сүйрейді. Бақайларын сыртылдатып сыртқа шығарады. Нұх пайғамбар ашуы тарқаған соң кемеден ұзап бара жатқан екі сиырға қарап: бір сөзді екі рет айтқыздыңдар ғой, жем шөбіңді жеген соң күйіз қайыруың ұзаққа созылар, депті. Ашуланып мүйізінен тартқандықтан сиырдың мүйізі қатты болып біткен екен. Өгіз жығылған кісіге мүйізін төсейді деген сөз де содан қалыпты. Осыған орай сиырдың мүйізінен қатты ұстауға болмайды деген түсінік қалыптасыпты.